Жылда жылы жаққа құстар бекер ұшпас деп, 1-2 жыл бұрын мен де Дубайға демалуға билет алдым. Ұшаққа отырдым. Көршілерім жастары 60 алқымдап, 70-ке жетіп қалған үлкен кісілер екен. Ағамның қыр мұрынның астына қойған қою қара мұрты өзіне әдемі жарасып тұр. Жас кезінде талай сылқым сұлулардың арманы болған-ау деп қаларсың. Себебі 70-ке жасы жақындаса да әлі көңін бермепті. Салалы саусағына таққан сақинасына дейін сұлу. Сымдай тартылған денесін-ақ денсаулығына дұрыс қарайтын адам екенін бірден ұғуға болады. Көп сөйлемейді. Сырбаз. Миығынан күліп, мұрты майысып, жымиып отыра береді екен. Ал апам болса өзгеше. Жан-жағына шуағын шашқан күн секілді жарқырап отыр. Сөздері мірдің оғындай. Кеше ағам екеуінің шаңырақ көтергеніне 50 жыл толыпты. Ұл мен қыздары Астананың төрінде алтын тойларын дүркіретіп өткізіп беріп, қолдарына Дубайға 10 күндік путевканы ұсата салыпты. Күләш апам мен Сматулла ағаның қуанышында шек жоқ. Ата-бабамыз аяқ баспаған жерге алғаш рет бақыттан басымыз айналып бара жатырмыз. Ыстық шеге құмға жатып, теңіздің тұзды суына әбден түсіп қайтпасам ба, дейді апам. Бір шаңырақтың астында бірге 50 жыл бақытты өмір сүрудің құпиясы қандай, апау, десем. Табиғатынан әңгімешіл Ақжарқын апам сөзін бастап кетті. Алла берген 4 ұл 3 қызымыз бар. Алматыда студент кезімізде таныстық. Ағаң архитектор. Мен қаржы саласының маманымын. 5 жыл жүріп үйлендік. Ағаң бір отбасының сүт кенжесі. Құдайға шүкір, өсіп-өнген әулет. Мен де бір әулеттің аялап өсірген ерке қызымын. Отбасылық өмірдің өзінің қызығы мен шыжығы бар. Әркімнің өзгеуі өзіне ақ боз атқа мінген төлеген емес пе? Қызғаныш та болады. Өмір болған соң небір түсініспеушіліктер де орын алады екен. Несін жасырайын? Қаражат жетпей қиналған тұстарда болды. Жанұя болғасына ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Менің бір қырсық қыңыр мінезім болды. Күйеуіме ашулансам, сөйлемей тырысып қалатын. Өзі келсе де, қонағын ертіп келсе де, бөлмемнен шықпай қоям. Бас терім жиырылып, оңай жібімейтін адаммын. Күнге қатқан тулақтай тырысып жүрген қатынды қай еркек жақсы көрсін? Содан ағаң төсегін құшақтап түнде басқа бөлмеге жататын шығарды. Кешігіп келіп, кейде үйге қонбай қоюды әдетке айналдырды. Қарап отырсам, арамыз суып бара жатыр. Иманды болғыр ата-енем жақсы, ақылды адамдар еді. Біздің шаңырағымыздың шайқалмауына солардың көп көмегі тиді. Отасқанымызға 10 жыл өткен соң өзіме өзім есеп бердім. Мінезімді қайта қарадым. Күләш, бұлай кете берсең, алдың жалын, артың мұз, жығылуы мүмкін. Жығылсаң орға құлайсың. Шаңырағыңды шайқап, керегеңді сындырасың. Сенің күйеуіңе қырсыға беретін қыңыр мінезің кімге керек? Бүйте берсең, ажырасып тынасың. Оған қатын, саған бай табылады. Ал мына балалардың кінәсі не? Оларды тірі жетім қылуға қалай дәтің шыдайды? Содан кінәні біреуден емес, өзімнен іздедім. Шынында, кінә өзімде екен. Керемет келіншек болу үшін ішін кеме жүзетіндей кең болу керек екен. Келген қонақ қолыңдағы табағыңа емес, алдымен ақ жарқын қабағыңа қарайды. Қабағымды аштым. Содан бақыт шіркін үйіріліп қоя берді. Үйімізге береке кірді. Қазығың мықты болса, қазанатың шылбырын үзбес. Нәзігің мықты болса, азаматың басқаға көзін сүзбес деген осы екен. Мен өзгеріп едім, азаматымды құлпырып қоя берді. Үйге асығатынды шығарды. Шәй ішіп отырып,
Күні-түні шүйіркелесетін болдық. Қазір ажырасу көп. Неге? Себебі некенің адалдығына сызат түсті. Мынау қызылды жасылды әлемде еркек кіндік біткеннің барлығы көзіне ерік берді. Ол барып көңілдегі иманын әлсіретті. Оны көп жағдайда әйел байғұс көтере алмады. 3 баласымен тіпті 6 баласымен ажырасып жатқан алтын құрсақты аруларды көріп ішің ашиды. Баяғыда әжем жарықтық жиі айтатын еді: еркекке сенгенше 2 босағаңа сен деп. Иманы әлсіз еркек нәпсінің құлы емес пе? Қарап отырғанша әңгіме болсын. Сонау жылдары Астана, Алматыдан Ақмолаға көшкен тұста ағаңда құрылыс салам деп солтүстікке бет алды. Ол кезде балалардың алды студент, арты мектепте оқиды. Отбасындағы мал-жанға ие болып мен ауылда қала бердім. Ол кезде қазіргідей сотовый деген жоқ. Пәтердегі телефонына хабарласамыз. Араға ай салып үйге келіп тұратын ағаң соңғы кездері ауылға келуді сиретті. Сылтауы жұмыс көп. Бір келгенде қалтасындағы бір уыс кілттің ішінен кейін барғанда керек боп қалар деп пәтердің бір кілтін білдірмей алып қалдым. Арада 3-4 жыл өтті. Бірде пәтеріне звондасам, алло деп телефон тұтқасын бір әйел көтерді. Менің даусымды естігеннен тұтқаны қоя салды. Шатасып кеткен екемін деп қайтып звондасам, телефонды ешкім көтермейді. Ішіме бір арам ой сап ете қалды. Сол күні сумкама қазы қартамды толтырып салдым да пойызға билет алдым. Адресті білем. Ешкімге айтпай келгенімде сондықтан. Қолымда кілтім бар. Түстен кейін келіп пәтерді ашып кірдім. Үйде ешкім жоқ. Күйеуім жұмыста екен. Азаматым үйде жалғыз тұрмайтын секілді. Себебі батареяда жайылып отырған әйел затының іш киімдерінің фасоны ауылдың әйелдерінің түсіне де кірмеген сияқты. Шифонерде тұрған шифон көйлек, балконда жайылып тұрған барқыт халатты көріп, нервім басыма тепті. Қазір жұмыстан келсін жылам. Ісім сенімен болсын деп тұрсам, есіктің қоңырауы шылдыр ете қалды. Ашсам 35-40-тың шамасында қоймақтай аузы бар, көзі ботаның көзіндей, қол аяғы балғадай, екі беті алмадай, орысша сөйлейтін әдемі келіншек екен. Мені көріп шошып кетті. «Извините, это не 6-я квартира?» деп сасып қалды. «Нет, это 9-я квартира», дедім. Извините, я тоже ошибся» деп астыңғы этажға тайды. Оның квартирадан шатаспаған мен де, ол да жақсы біліп тұрмыз. Терезеден қарасам, машайықтан қашайық дегендей табанын жалтыратып бара жатыр екен. Өзіне де сол керек дедім ішімнен, дейді апам. Содан ақылға салып отырып ойландым. Қазір күйеуім келген соң бірден жағасына жармассам, қанша дегенмен еркек адам сабап тастауы мүмкін. Көзімге көріп отырайын сол. Әйел көкбеттікке салынып қырсықса, барынан айырылады. Ақылға салып, ер азаматына еркелесе, жеңеді. Содан сол жерде өзімді өзім қолға алдым. Ашуымды ақылға жеңдірдім. Сұрап алған байымды ешкі теуіп өлтірді демекші, қырсығып жүріп, байымнан айырып қалармын деп құрсын дедім. Бірінші әлгі әйелдің бүкіл киімін мусорға апарып бәле жаласы осымен кетсін деп өртедім. Үйді айнадай қылып тазалап, хлормен жуып, тұзбен аластап, қазанға ет салдым. Кешке күйеуім жұмыстан келгенше, ауылдан келген қазы-қартаның иісі подъезді алып кетті. Балқаймақпен шай дайындадым. Азаматымның бүкіл киімін жуып, өтектедім. Өзім де әдемі көйлегімді киіп, көптен көрмеген күйеуімді күтіп отырғаным сол еді, сыртқы темір есік сықырлап ашылды. Әлгі әдемі әйел жұмыстағы күйеуіме үйге ауылда қара қатының келді деп звондап қойған болуы керек. Ер азаматымның құлағы едірейіп кетіпті. Мені көріп таңғалып таңданғаннан гөрі көзінде үрей басым. «Қашан? Немен келдің?» деп сұрай береді. Бірақ екі көзі батарея мен балконда.
Барын жоғалтып алған адам құсап алаңдап, бір қырғынның болатын іштей сезіп отыр. Мен де үндемедім. Ол да еш нәрсені ашып айтпады. Жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Бір кезде қазы қартаға тойып алған күйеуім маңдайы шып-шып терлеп отырып, «Күләш, ауылға қашан қайтасың?» деді. «Әй, не боп қалды? Менен құтыла алмай отырсың ба?» десем, «Жоға, ауылдағы малдар жем-шөпсіз аштан өліп қалар. Ешкілерге обал болды ғой», дейді. Таздың шашындай қорада 3-4 ешкіміз болатын. Ауылдағы малға обал болады деп жүріп, өзім далада қалармын, айналайын. Малың өлмек түгілі қырылып қалсын маған десең. Қорадағы ешкіні уайымдап жүргенде үйдегі текемен айырылып қалармын. Астананың ұрғашы ешкілері жаман екен дей бергенім сол еді. Бір бәленің бастап кететін іші сезілме әңгіменің ауаны басқа жаққа бұрып жіберді ағаң. Сол қалғаннан мол қалдым Астанада. Үй салдық, ұлдарды үйлендірдік, қыздарды тұрмысқа бердік. Аллаға шүкір, қазір бәрі үйлі баранды. Немелерден шөбере көріп отырмыз. Біздің 50 жыл отасқан алтын тойымыздың Дубайға қыдырып бара жатқан әдемі тұсын ғана көріп отырсың. Басы ноқтаға сыймайтын байдың бабын табу да оңай емес, балам. Бақытты болу деген сөз, қолда бардың бағасын білу. Барға қанағат етіп, жоққа сабыр сақтау. Еркек деген бас білмеген асау ат, айналайын. Шылбырын қысқа қылсаң, үзіп кетуі мүмкін. Ұзын арқан кең тұсауға салсаң ғана сенікі. Темір қазығы мықты болса, қазанатын қайда барар? Ақылды жары болса, азаматын қайда барар? Қазақтың әр әйелі өзінің темір қазық екен түсінсе шіркін, деп Күләш апам әңгімесін аяқтады. Авторы Мақсат Сықақов.